Сәлеметсіз бе? Сізбен бірге бірінші байлық денсаулық арнасы. Бүгін біз лимон туралы айтатын боламыз. Өкінішке орай көптеген адамдар оның қышқыл дәміне байланысты оны ұнатпайды. Егер сіз сол адамдар қатарында болсаңыз, сіздің лимон туралы пікіріңізді өзгертуге тырысамын. Бұл бейнеде мен сізге лимонның қысқаша тарихы, оның пайдалы құрамы және медицинада қолданылуы, сондай-ақ қарсы көрсетілімдері мен қызықты фактілер туралы айтып беремін. Бұл видео сіз үшін пайдалы болады деген үміттемін. Ал бастайық. Шындығында лимон бұл өсімдік, дәлірек айтқанда ағаш. Ұзақ ойланбастан адамдар бұл ағаштың жемісін лимон деп атады. Лимонның нақты отаны белгісіз, бірақ ол оңтүстік шығыс Азиядағы цитрон мен ащы апельсиннің шағылысуынан шыққан деп есептелінеді. Лимон туралы алғашқы жазбалар Үндістанда табылған, және ол жазбалар біздің дәуіріміздің 12 ғасырына жатады. Кейінірек лимон араб саудагерлері, кресшілер, теңіз саяхатшылар мен отарлаушылардың арқасында бүкіл әлемге таралды. Лимон өзінің жағымды дәмі, хош иісі және емдік қасиеттері үшін танымал болды. Лимон құрамында дәрумендер, минералдар, антиоксиданттар және органикалық қышқылдар сияқты көптеген пайдалы заттар бар. Лимон иммундық жүйені нығайтатын, жараларды емдеуге көмектесетін, темірдің ағзаға сіңуін жақсартатын және инфекциялардан қорғайтын С дәрумендеріне бай екенін барлығымыз білеміз. Сонымен қатар лимонның құрамында жүйке жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі, метаболизм және энергия тепе-теңдігі үшін қажет В дәрумендері, терінің, көздің және шаштың денсаулығын сақтайтын А және Е дәрумендері де бар. Олардан бөлек лимон құрамында қан қысымын реттеуге, бұлшықет жұмысына және гемопоэзге қатысатын калий, кальций, фосфор, магний, темір минералдарына бай. Лимон сонымен қатар күшті антиоксиданттық әсерге ие. Осының арқасында лимон қатерлі ісік, жүрек қан тамырлары аурулары, қант диабеті сияқты созылмалы аурулардың дамуын болдырмауға көмектеседі. Оны медицинада әртүрлі аурулардың алдын алу үшін профилактикалық және емдік құрал ретінде қолдануға болады. Мысалы, суық тисе немесе тұмауратсаңыз, лимон иммундық жүйені нығайту және дененің төзімділігін арттыру арқылы вирустық инфекциялармен күресуге көмектеседі. Сонымен қатар лимон токсиндерді ағзадан шығаруға және дене қызуын төмендетуге көмектеседі. Тезірек сауығып кету үшін лимон, бал және зімбір қосылған шай немесе лимон шырыны, су және бал араластырылған ыстық сусын жасап ішуге болады. Бүйрек тастары. Лимон қышқылы бүйректегі тастардың еруіне және жойылуына ықпал етеді. Олардың пайда болуына жол бермейді. Лимон сонымен қатар зәрдің pH деңгейін қалыпты ұстауға көмектеседі. Анемия. Лимон қандағы гемоглобинді өндіру үшін қажет темірдің сіңісуін жақсартуға көмектеседі. Гемоглобин оттегінің тасымалдайды. Сондықтан оның жетіспеушілігі шаршау, әлсіздік, бозару және ентігу арқылы көрінеді. Анемияның алдын алу және емдеу үшін ет, балық, жұмыртқа және бұршақ дақылдары сияқты темірге бай тағамдарға лимон шырынын қосуға болады. Тері проблемалары. Лимон шырыны антисептикалық және теріні ағартатын әсерге ие. Бұл безеулерден, қара нүктелерден, әжімдерден арылуға көмектеседі. Ол үшін теріге лимон шырынын жағыңыз, немесе соған негізделген маскаларды қолдануға болады. Дегенмен кез келген өнім сияқты лимон кейбір жағдайларда теріс әсер етуі мүмкін. Сол туралы да айтқан дұрыс. Ауыздың, асқазанның және ішектің шырышты қабығының тітіркенуі. Лимонның құрамында лимон қышқылының көп мөлшері бар болғандықтан, лимонды жиі немесе мөлшерден артық тұтынған кезде шырышты қабықты зақымдауы мүмкін. Бұл гастритке, рефлюкске, диареяға және ас қорыту жүйесінің басқа ауруларына әкелуі мүмкін. Аллергиялық реакция. Лимонға аллергия, ісіну, қышыну, бөртпе, мұрыннан су ағу, түшкіру, астма түрінде көрінуі мүмкін. Күн сәулесіне жоғары сезімталдық. Лимонның құрамында ультракүлгін сәулелердің теріге әсерін күшейтетін фотосезімтал заттар бар. Бұл пигментацияға, фотодерматитке және тері қатерлі ісігінің даму қаупіне алып келуі мүмкін. Сондықтан күн сәулесіне шықпас бұрын лимонды тұтыну немесе оны теріге жағу ұсынылмайды. Дәрі-дәрмектермен өзара әрекеттесу. Лимон кейбір дәрі-дәрмектердің тиімділігі мен қауіпсіздігіне әсер етуі мүмкін. Сондықтан егер сіз қандай да бір дәрі қабылдасаңыз, лимонды қолданар алдында дәрігерлерден кеңес алу керек. Көріп отырғаныңыздай, лимон тек пайдалы ғана емес, сонымен қатар қауіпті тұстары да бар. Сондықтан оны ақылға қонымды мөлшерде және сақтықпен тұтыну керек.
Егер сіз лимоннан жағымсыз реакцияларды байқасаңыз, оны қолдануды тоқтатып, дәрігерге қаралыңыз. Әрине, лимонды адамдар жиі тамақ ретінде қолданады. Оны әртүрлі тағамдарға, сусындарға, соустарға және салаттарға қышқыл дәм беру үшін пайдаланады. Алайда лимон сонымен қатар жемістердің, көкөністердің және еттің түсі мен балғындығын сақтауға көмектеседі. Олардың тез бұзылып кетуіне жол бермейді. Сіздерге арнайы лимон қосылған қарапайым және дәмді 2 рецепт дайындап қойдым. Видеоны пауза қойып жазып алсаңыздар болады. Егер телефоннан қарап отырсаңыз, жоғалтып алмас үшін скриншот жасап алыңыз. Бірінші рецепт печенье мен қойытылған сүт қосылған лимон десерті. Сізге 200 грамм қарапайым тәтті печенье, 4 лимон, 200 мл клейге, 250 грамм қойытылған сүт керек. Дайындалуы: печеньелерді пакетке салып, қолмен, оқтаумен немесе басқа да затпен орташа қылып ұсақтаңыз. Ыдысқа барлық лимондардың шырынын сығыңыз. Миксермен клейгейді, қойытылған сүтті және лимон шырынын араластырып сұйық крем тәріздес болғанша шайқаңыз. Арнайы дайындалған ыдысқа үгітілген печеньені салып, үстіне дайындалған кремді жағыңыз. Оның үстіне тағы бір қабат печенье салып, оны да креммен жағыңыз. Десертті тоңазытқышқа 3 сағатқа қойыңыз. Міне осылай десертіміз дайын болды. Екінші рецепт: лимон қосылған қуырылған тауықтың төс еті. Сізге тауықтың төс етінің 4 кішкентай бөлшегі, 4 ас қасық ұн, жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық ұнтақталған қара бұрыш, жарты шай қасық кептірілген сарымсақ, 50 грамм май, 1 лимон, тимьянның бірнеше бұтағы керек. Дайындалуы: тауық төс етін қалыңдығы шамамен 1-2 см болатындай етіп ұрғылап жұқарту керек. Жеке ыдыста ұн, тұз, бұрыш және сарымсақты салып араластырып алыңыз да тауық етіне жақсылап жағыңыз. Табаға май құйып қыздырып алыңыз. Тауық етін жайып, екі жағын 3-4 минут қызарғанша қуырыңыз. Дайын болған тауықты алып тастап, табаға туралған лимон мен тимьян бұдақтарын салыңыз. Лимонды әр жағынан 1 минут пісіріңіз. Сосын тауықты табаға қайтарып, үстіне жаңа піскен лимон кесектерін қойыңыз. Міне осылай тамаша асымыз дайын болды. Лимон туралы кейбір қызықты фактілер. 11 ғасырда өмір сүрген Ибн Сина лимонды жүрек ауруына қарсы ең жақсы дәрі деп пікір білдірген. Оны жүкті әйелдерге сары ауруға қарсы жеуге кеңес берді. Орта ғасырларда лимон обадан қорғайды және жылан уына қарсы дәрі деп есептелінген. Шығыс медицинасы лимонды жаралар мен өкпе ауруларын емдеуге тамаша құрал және әртүрлі улануларға қарсы дәрі деп санады. Лимонды теңіз саяхатшылары цинга ауруын алдын алу үшін өз ас мәзірлеріне қосқан. Цинга бұл С витаминінің жетіспеушілігінен туындайтын ауру. Лимон құрамында шамамен 5% лимон қышқылы бар. Ол оған қышқыл дәм береді және жемістерінде витамин С-ның сақталуын ықпал етеді. Лимон тек тамақ үшін ғана емес, сонымен қатар парфюмерия, косметология, ароматерапияда қолданылады. Лимон өзінің хош иісі мен сары түсінің арқасында көңіл күйді жақсартуға, зейінді арттыруға және стрессті жеңілдетуге көмектеседі. Қазіргі уақытта лимон қабығынан алынған лимон шырыны мен лимон майы дәстүрлі медицинада дәрі-дәрмектердің дәмі мен иісін жақсарту үшін қолданылады. Лимон өсіру бойынша көшбасшы елдер. Бірінші орында Үндістан. Бұл ел әлемдегі лимон өнімінің шамамен 16%-ын өндіреді. Ол жылына 2,2 миллион тоннаны құрайды. Үнділіктер лимонды тағамдарына, сусындарына және діни рәсімдерде қолданады. Екінші орында Мексика. Бұл елде әлемдегі лимон өнімінің 16%-ын өндіреді. Шамамен 2,1 миллион тоннаны құрайды. Үшінші орында Италия. Бұл ел әлемдегі лимон өнімінің шамамен 10%-ын өндіреді. Жылына шаққанда 1,3 миллион тоннаны құрайды. Төртінші орында Америка құрама штаттары. Бұл ел әлемдегі лимон өнімінің 9%-ын өндіреді. Жылына айтсақ 1,2 миллион тоннаны құрайды. Осымен лимон жайлы видеомыз аяқталды. Сіз бұл бейнеден жаңа пайдалы ақпарат білдіңіз деп үміттенемін. Егер сізге бейне ұнаған болса, лайк басып, арнаға жазылыңыз. Жаңа видеолар шығатын кезде хабардар болу үшін қоңырауды басыңыз. Назарларыңызға рахмет.